батыр чыккан тегинен кылымдын эли дүрбөгөн кызырлуу кыргыз элинен кыйланы көрдү кыргыздар кылымдын кымбат селинен кызыл кыргын сүргүндө бириде жеңип жеңилген ырысы бириде ташып кемиген бабалардын жомугу бир кезде таш бетине чегилген талкалашып жок кылып тарыхты далай кемирген баскынчылык душмандан чегилген таштар терилген жок болбой келген кыргызга купуя сырлар берилген тарыхын айт тымыр менен ошондо буйрук эле болуа теңирден ошо күндөн ошо күн жөтөл кетпес бечели сөзгөң азиз чечени төккөн кумдай күн өтүп түйгөн күсе чен жыл өтүп так болбодуң эсеби адамзаттын нечени бул дүйнөдөн көз жумуп ошондон бери карасаң ачып көздү санасаң так болбойт коң эсеби ай көлманас батырдын сөзүн айтып турганда кайыптын иши болбосо ошоң акылдың гана жетпейт ченемиң эй андай болсо калайык айтар сөздөн качпайлык ай көлүң манас батырдын бая баянын эле баштайлык ай көлманас кабылган өз тукумун өзүнө ким экенин таныткан кылымдарды карыткан атаныгы кый дүнүйө арбак урган дүйнө ай көлүң манас батырдын арбагын түрү бар кылган айланайын калайык кылымдар колдоп жүрсүн деп ошо кудайым кыргызга гана жар кылган ошондон бери карасаң басып өткөн жерине бачалуу мазар орногон түнөп өткөн жерине түптүн мазар орногон башынан кудай колдогон кызырдарыктан ай көлүң манас кабылган тал чокунун жонунда атка минген келбете сөйлөтү так ошондо көрүндү кемип кеткен кыргыздын келечеги көрүндү ай менен күн тотолуп караңгы түшүп калгандай так ошондо калайык көлөкөсү көрүндү оюң эки бөлүндү андай болсо калайык айтар сөздөн качпайлык ай көлүң манас батырдын ошондон бери карасаң бу жарыкка келген жеринен баштайлык аны таштап салыңар бай бичеси чыйырды баянын угуп алыңар бая баканды кармап бакырып айылдагы зайыптын ошондо бирин койбой чакырып 9 күн тартып толгону айлы чарчап болгону 6 күн тартты толгону жергеси чарчап болгону так ошондо карасаң дамылданын зайыбы
Буда келіп қалыптыр Байжақыптың тоқолу Манжурия қалқымнан қарап тұрсаң бақ дөрлөт қамынып мына қалыптыр 9 ай 9 күн болып күні мына келді деп тулар күні жетті деп мұны ченеп алғанда чыйырдының içinde Baya Aykol Şermanaz batırdın Ummayennemeneney Söyleş gönlün aytamın Aykol Manaz kabılan Menin ırıskım meni gayda dep Oşundu mintip gep aytkanda bek aytıp Ummayenning oylanıp Aykol'ü qarap tolğunup Senin ırıskını жалғанда Менде болған адамға тапшырып берем сен қарман маңы деп ошондоң Айкөлдү түртүп салганда суусу менен жарышып Айкөл түшүп келгени так ошондо карасаң жаңы төрөлгөн баланы уруму коң алганы ороп колуң салганы ойбай көтөк нетти деп 30-дагы баладай ошондо колуң гана суруа кетти деп үнү мунуну кулат тай чабым жер тараптан муну мындай таштаңыз баябай жакып бір экен анын баянын баштаңыз байланган аты 48 бары күлүк тептегиз айылдагы адамдар аргып тергип минишип адырга чыктың аңтарып коктуга чыкты оңторуп каммай жагып кайда деп бары жүрөт томсоруп абай жагып ошондо үйдө жатып нетейин мен талага кетейин эгер байбичем эркек төрөсө бул жерден келдин алдына уят болуп кетпейин деп ошондо бай жакып жылкы төрүнүн ар жака мына барып калыптыр бир кермени тарттырып кызыл кара бозатты байлатып агаң салыптыр так ошондо карасаң мына ошондо дамбылданын зайыбы Айкөл Манас батырдын киндигин кесип тур деми антип минтип болгуча айтып сөздү тыңгыча Зулайка барып үйүнө акбалтаң карап алганы көтөктөп чочуп калганы атаңдын көрүң абышкам сен дүниеден тойдуңбу элдериң алган олжодон атаңдын көрү дүнүйө сен бир демең албай койдуңбу деп ошондо Зулайка кебин айтып бүткүчө анна балтаң кеп айтып ачууланып бек айтып ушул турган Жакыпты бала тууду деп жүрүп жакырлар алсын сүйүнчү деп жүрүп батырлар алсын сүйүнчү эмги чекти Жакыпты талап бүтүп койгонго деп ошондон айтканда Зулайка минтип кеп айтат булут минип учса да буйурган киши албайбы буйурбаса калбайбы алнанайын ак балтам сен минтип баргының мына менин олжом деп экелечек бир чапан колгоң алыптыр мына муну олжо деп ак балтагаң айтып салыптыр анда ак балта кеп айтып аялдын жөнүн кайта албай барбаймын деп айта албай астындагы көк чолок басыгы бар шайтандай көк чолокту бүлкүнтүп бир башкача күйлөнүп ак балтаны карады ойду тонун барысын өйдөдөн ылдый тарады муну ошондо карасаң ак өтөктүн бетинде кара суунун четинде бай Жакып туруптур жылкыларын телшитип энесинен ээрчитип ошондон ак курганас мени ээрчитип алыстан туруп ак балта колун булгап чакырып бери кел деп бакырып Бай Жакып айтып турганда
басы бары ақ балта мында кепті салыптыр арыстаным жақып сүйінші бүгін сенің бағың ей арыстан туылған шер келді оң қолына қарақан қармай түштің ерманас сол қолына сары алтын ұштай түштің ерманас көргеннің көңі бөлініп арт жағынан балаңдың атаңның көрі дүние қара көк жал көрініп тағы шондо қарасаң алланайым бай жақып күнде тымсын санаңыз мына келді балаңыз деп ошонтип тұрғанда есінен танып қалыптыр түртсе жақып былқ етпейді қалпақтың алып қолына арыққа жетіп барыптыр суының алып қалыптыр аузына құйып суыны бай жақыптың көдеңге мында бүркіп салыптыр тағы ошондо бай жақып чочуп тұрып қалыптыр қатыннан ұққан кебің бе же болбосоң ақ балта көзің менен көріп жеттің бе ақ балта кеп айтып өзім көрдім деп айтып алланайым бай жақып сен балғамында той болған бақыл кишің екенсің деп ушинтип қаққанда бай жақып арсаңдап күліп қалғаны қыл мұрты қалшылдап жырғап күліп қалғаның алланайын ақ балта сүйіншігің алғының мына алтын бір қалта қамбар боздың үйрінен қармап алғын тоғызды қыз балдардан қамтып ал келіндерден кетіп ал сүйгеніңе жетіп ал деп ошентип тұрғанда өкөмің тибер тишип үзеңгүлөр тиишип тучнак менен көк чолок бая бетте барыптыр үйүнө жетип калганда куртканын зайыбы Канышбек астынан чыгып калыптыр тагы ошондо бай Жақып үйгө кирип барганда манасты минтип караса кочкор тумшук кош кирпик көркү калча көзү тик ошондо манастын келбетин карачың айбатынан адам чыдабас мына көргүн баланы ыйлап ал турганда үнү мында кетчидей тай чабым жер арасы мына минтип турганда аны таштап салыңар Манасқан эмиң ат коёт анданга баралыңар түріктің ұлыдан бұлда түгіл байдың абдылда қырғыздардан ақ балта ақылмандың барысы мында келіп қалыптыр ат құдайдан болчу деп мын ошондо бай Жақып кебин айтып салыптыр эт бышымга жеткенде сакалдарын тарашып бирин бири карашып тагы ошентип турганда оздорунан бир ат келбеди ойлоно албай дегдеди мына ошентип турганда алыс жакты карасаң көрүнөт мындан бир адам карап көрсөң чын адам ак селдеси башында аса таяк колуна келди булардын кашына мына ошондо дубана ак балта кеп айтып дубанага бек айтып бай Жақып деген кишинин элүүгө жашы жетти эле буга чейин бала көрбөй зарланып байкуш кетти эле мына бүгүн бул жерде балалуу турат ат коюп берсең сен эгер жылкы алтын бүт барын чөнтөгүңө толтурат деп ошентип айтканда мына ошондо дубана ай көлүңдүн атын Манас деп койду элең анын чечмелеп баш тамгасы мен болсун пайгамбардын сүрөтү ортосунан уң келсин ол уянын сүрөтү аягына сен келсин арыстандын боруму
аты болду манас деп арбаледен қалас деп бата қылды барысы қарап тұрсаң ошондо жашы менен қарысы чыйырдың алған алтынды алдым дағы бердим деп дуанаң ачып көздү жумганча айтып сөздү тыңганча мындан кетип калыптыр катагандын урмат би чапанын бири карасаң так өзүнө калыптыр арадан ат коюлуп той тарап арадан 8 жыл өтүп 8ге манас жеткени үйдө жатып жеригип айбан боз минип делигип 4 асый болгон мал экен төдөй шаңы бар экен так ошондо айкөлүң айбан бозду миниптир жазайы бул малы деп жылкынын турмалы деп барып көрөм аны деп бара жаткан кезинде мына минтип карасаң бая ичке жолду төтөлөп айбан бозун жетелеп мында кетип баратса ин тамгасы бири башка 200 жылкың ак кашка мында көрүп калыптыр алнан айын айкөлүң аң таң болуп калыптыр жакын барып караса баяң үйүнө кондурган козу союп тойдурган баяң айна кул келип калыптыр сараймандын айылы экен саламат экен атасы ат журатып ойнотуп сызыктардын чийишип баштамак болду кызыкты урдогоң чийип сызыкты урдоң ойноп жатканда баяң алыс жакта чоң бежин каның экен эсен кан калдайна мындай кеп укканда бек угуп бая калдай кеп айтып алнан айын эсен кан баяң алтай жакта мен уксам айкөл манас бири бала өнөрү башка шум бала төрөлүптүр бул бала түп катасы каракан оңбой турган бул бир жан алнан айын эсен кан камын басаң курудуң кабарга келип турумуң жалганы жок муну деп ошентип ошондо эсен кан туруп ойлонуп баяң атып жаткан урдого 16сы бир тарап 16сы бир тарап 32 кербени артып алган төлөргө алтын күмүш зумруд кымбат баалуу таштарды урдогон кызып калганы мына ошондо карасы атып жаткан урдого манаска кезек келип калганы бая ичке жолду төтөлөп кербен төнү жетелеп бара жаткан жеринде айкөл барып веңкеге колун сунуп жеткени алгын деп төңдү мына айтып кеткени бая калмак кежиниң төнүң албай турганда алып туруп муну ошондо төөнү бутка урганда төөнүн буту бычырап төөнүн буткан тийгени талкан болуп чыркырап төөнүң калды жыгылып ошондо турган калмагың кудайыңна сыйынып манастын сүрүн карасаң так ошондо бир башка көктөн чыга калгандай көркүм күчтүү балбандай жерден чыга калгандай жер көтөрчү балбандай айың менен күнү
күнүңдүн бир өзүнөн бүткөнсүп асман менен жериңдин тирөсүнөн бүткөнсүп арты калың кара жер алкымынан бүткөнсүп ободогу булуттун салкынынан бүткөнсүп жер каптаган деңиздин ортосунан бүткөнсүп согуп турган жүрөктүн толтосунан бүткөнсүп барбай жону коркуткан кечпей сууну толкуткан ай көл манас кабылан аламнан журттан кең экен телегейи тептегиз теси мыкты шер экен так ошондо карасаң айта берсек манасты сайраган тилден ал кетер дене бойдон тер кетер ай көл манас батырдын түбүнүн айтып ким жетер ал сыяктуу табышмак чечмелеп эч ким чече албайт ай көл манас кабылан түбүнөн эч ким жете албайт. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кыржон барбы кыргыз кыргын таппаган, кылымдарга аты калбай өчөрдө кыргыз элин кырамына сактаган. Ай көл манас баянын башынан айтып баштайлы. Ай көл манас баяны мурункудан калган сөз мурас кылып алган сөз уштум болуп түйүлсө мурду жарган балбан сөз ай көл манас баяны эл ичинде калган сөз атаңдын көрү дүнүйө ат көтөргүз балбан сөз арысыздаргаң токтолбой атаңдын көрү дүнүйө улуу манас баяны азамат эрге конгон сөз чечендердин жеккен сөз эселдердин беккен сөз элес элим бороңдоп беш удургу өткөн сөз кызыл борон кыр менен кыкырыктуу сур менен кардыкпаган үн менен аркар баскан жел менен булут шашкан жел менен катарар келген сөз атасынан баласы жайнап түшсө мөндүрдөй жалбыжырдым терген сөз будай битин салбай кал атаңдын көрү дүнүйө хабал кылар кеп айткан арыстан ушул деп айткан байыр кылар кеп айткан батыр ушул деп айткан байыртан калган бул кепти айта кетсек бул кездең айланып сансыз жыл өтүп көп темир кийинген жоо дегенде жүгүргөн жон-жондон желде жуулдап жолбо сүрдүң эретпесе ким этти эчең кылдым эл өттү тобозулуп сай болду сай козголуп тоо болду аты калып өзү жок барганча деңиз жыгылды эли жылдаң эл жаңы 100 жылда болуп жер жаңы
бабаңардың ұрықтап біз екенбіз бері жағы көктен ұшқан қанат ту жерден сызған тұяқты көп екенін кім білсін ушыл жұмақ сияқтың атаңның көрдінен айтар сөздің шашпайлы ай көлің манас батырдың кетеге алтайлы болмағасы ұшымның ғанаңи қабармаштайлың башқа тасы қарыған башынан қыдырдарған түп атасы түбел қан түбінің қызырдарған түптеп өткен жерінен түптің мазар орнаған қатүгін түбінің ғана құдай құлдығын азғанақтай қырғызда кеше күні көрдің бе қытайлықтың береке алу күйдеген қан шығып хайбатынынан шығып тамдың барын ұрлатып талдың барын қолдатып қақ төбеден басқанда түріне құдық қазғанда қапталдап жатқан қырғызың бүріге тиверенге бүріге тіптеренге бүрегеттің қанған қалқын бүрі ғана кеткен алтай қанғанаң атаңның көрі дүниең айтар сөзді шашпайлы ай көлің манас батырдың Gece tüydüm aşığından Oşundonga var baştaylı Canlı dildin kötey Çıyır çık menin Taşkendi Yerdegin kırgız bay elli Oşul elin kan elli Uzağırra karıp tır Baylıkka sallıp kötey Keti katın alıp tır Ketmiş beşge çıkkanca Valla görüp kalıptır Ketmiş jigit can çalıp Kullan atıp bükün kup Salvırınga barıptır Sayakatlap жүргенде Enun aşında qarrasan Kayıp cınның bellinden Kaynagan ısık çölünün Bokmurun degen ballanı Taladan tap alıptır Ballasının başına Var kekte bükü tağıptır Jeti katın ballanı Çügürüp tügüp bağıptır Atаңның көрі дүние Қызықты көресің мұндан көр Көке төйдім боқ мұрын 12 елге келгенде күйіп тұрған жоқ болды тентектегі чирикінден аяламға жоқ болды аттандарын құмдатып жабуларын оңдатып атаңның кере дүние манни кериди мингенде төгіректің түрпучун төрт айлана қыдырып қатын іздеп жүргенде атаңның көр дүние ботомған ғана көкөтөйөлү түрі ажалы жетіп өлерден атаңның көрі дүние Баймырза деген туғанын шақырып алып қашына кереске бин сал деме мұны ошонда кеу айтат келтирип кебин бек айтат ажалым жетти токшоду эң атаңның көрі дүние алты кыргыз калкым бар кошай көппөй дегендиң атаңның көрі дүние
Halamga ketkin dаңқым бар, ошондо карасаң, бок мурун деген балам бар, бок мурунду билемин, баламдан акыл жоктугун, атаңдын көрү дүнүйө, ошондо карасаң, кызыкты көрсөң мындан көр, кызыкты кыргын салыптыр, так ошол өткөндө күтөйдүм бок мурун. Жашайдарган кеп айтат, кеп айткандан деп айтат, жайма көкүл жашайдар, бадана сунду тоң кийгин, маникер сунду ат мингин, арага түнүп албастан, жердин жүзүн кыдыргын, аяламдын барысын түгөл карап кыдыргын, көкөтөйдүн бок мурун, үч каркыра конду де, көкөтөйдүн чоң ашын берер кези болду дең, атаңдын көрү дүнүйө маргалаңдан малла бек, анды янды жери деген айры сакал Санжыбек, атаңдын көрү дүнүйө кең букардын жеринде, кең букардын элинде, темир деген каны бар, агада салам айткын дейт, агада кабар айткын дейт, андан ары барганда жетезенди жери деген, жедигер деген каны бар, агада салам айткын дейт, агада кабар айткын дейт, андан ары барганда адыр бел баскын, ошондо карасаң эки кемин жери деген, үрбү деген каны бар, агада салам айткын дейт, андан ары барганда үч канга салам айткын дейт, үч кан тезе келсин дейт, үчө тең бары келсин дейт, атаңдын көрү дүнүйө адыр бел баскын, андан ары барганда жапон деген бир эл бар, агада салам айткын дейт, агада кабар айткын дейт, андан ары барганда калмакытай көп манжу, агада салам айткын дейт, агада кабар айткын дейт, калмакытай манжунун тазалары келсин де, атаңдын көрү дүнүйө кебез белбо кең өтүк, кечилдин каны коңурбай, агада салам айткын дейт, агада кабар айткын дейт, атаңдын көрү дүнүйө келбирсиген эс кара, агада салам айткын дейт, дөбө ошентип бок мурун, ошондо карасаң айтканынын кеми жок, айткан сөзүн өзүндөй жердин жүзүн кыдырды, аяламдын барысын бүт элге кабар айты дейт, так бир жыл ошол өткөндө эң ашкан элдер келди дейт, келбирсиген эс кара ашка булда келди дейт, кебез белбо кең өтүк, кечилдин каны коңурбай, булда келди булдашкан, атаңдын көрү дүнүйө калмак
Kıtay mancılar aşıp taşıp geldi deyt. Atan görü dünyü Neskara degen batırın. Munno şonda karasam kökü töydün aşında köp çürüdün oşon başında kılla turgan jorruğu munno şonda karasan kel berisigen neskara kal karalap jürdemi kalın kara kırgızdın çoğu ekennin gördemi kabullanmanaz batırdın çoğu ekennin bildemi küllüktördün içinin manni keridi kördemi bezinin karıganından hılna yoktu mal dedi burra tardı bulkuldap çoğgürü menden celdemi Koңurbay menden dollayga kengeşke jetip geldemin Koңurbay çoңdoloy eseli kırgız burutun kemmel giysin tallaylı kelgenderin sabaylı Kıçıksız aytıp tizip asıların düllülü Malının barın eyleli atanın gördüğünü Kızıktı görürsen bundan gör Kızıktı kırgın sallıp dur Kırgız urutun içinden atan gördüğünü Neskara karı tügülüp içip çiğde görünüp Bok murundu çakırdı Maniker tulbaratındı Mağa berdi bakırdı 12 tümün kolum var Koңurbayday zorum var Podong doğum burutum Buruttan allar çoğum var Tikirin dep silginsin Timeli karıma bağlamın Kırgargan boyuzumdan kan Hallı barı sallamın Atanın görü bok burun Oşendip keygin allamın Pullaşına turbaymın Maniker albay tımbaymın Çırcık çürüdün çırı salıp Çırdaşkanına gelgemin Çındap cinim ağıtıp Obotom çırdaşkana gelgemin Nes karang айтып turganda мындай кордук кылганда бүкө төйдүм доктурун жүрөгүнөн кан кетти билегинен сап кетти эл атасы кошойгон эми жетип барганыга түгүн арманган аңгылып ыйлады бүкө төйдүн көптүнө адам тилин албастан тачканы келгини кимин казылган доруду байкабай басканы келгини кимин Türüley gürgü can salıp Çatkаны gelgeni kimin Karığı taygıp mancı Tözü basat beyim Törtülük maldı çat beyim Karığı taygıp mancı Törtülüğün tatsa şal Atanın görüdün diye Maniker tartu bereli At menin aldap sallalı Devo şindip kan koşay Munno şindip turgandan Handan aytıp turganı Kebin oşol kep taştayt Keltirip kebin bek taştayt Maniker versen anlam ver Keçikbestен талласқан қабырды кірманнасқы Ерболсымыныз келсінді Қарайлы тұрған қырғызды Қарығы тайманзудан Қадыратып алсынды Хайладап құтақылман Ерім мақай қарығай Алтын айдар жоқ бәлбу Қавлан алман беренгай Намазға тұрған ерлерді Көк жалтыға қебженгай Атқа деңіл тайға тақ
Ulla kanın sırga kayt, uzukтай kalma sütü kayt, kırıldığın karı kayt, katı gün kırık beri dönünün karın aytude. Oşendip turgandan atаңның көрі дүние, ақылға бай алып қошай, арыстан манас батырған, алақандай қатсынып, түңгіл қылдап батқанда, қалмақы той көп манжы. Қыл-қылда бұқтап жатқанда, bir адамға білгізбей, bir адамға туйдырбай, түні içinden айдарды, жүреткен екен талласқа. Мұнда шанда көрдің бе, қызықты көрсең мұндан көр, атаңның көрі дүние, жаймағы күлда шайдар, одан асындың ат меніп, маникер сұндың тоң киіп, араға түнне болбастан, үргіп түннен болбастан, жетіп барды талласқа, қанседа жөн